Юханға Құдай тарапынан көрсетілген аян. 1 бап. Бұл тез арада жүз беруі керек болған уақияларды өз қызметшілеріне білдіру үшін Құдайдың Иса Масихқа берген аяны. Ал ол өз періштесін жіберіп, бұл аянды қызметшісі Юханға білдірді. Юхан Құдайдың сөзін һәм Иса Масихтың гуалығын, яғни өзі көрген нәрселерінің һәммесін баян етті. Бұл пайғамбаршылық сөздерді оқитұғын, һәм бұл жерде жазылғанларды тыңлап, орылайтұғылар қандай бақытлы. Себебі бұл уақиялардың болатұғын уақыты жақын. Мен Юханнан Азия өлкесіндегі 7 жәмәатке сәлем. Хәзір бар, бұрыннан бар болған, келешекте де бар болатұғын һәм келетұғын Құдайдан, оның тақты алдында тұрған 7 рухтан, сенімлі гуа болған, өлілер арасынан бірінші болып тірілген, һәм жер жүзі патшаларының хүкімдары болған Иса Масихтан мейірім һәм тынышлық сіздерге берілсін. Иса Масих біздерді сүйіп, өз қаныменен біздерді күнәларымыздан азат қылды, һәм біздерді өз патшалығына ерістіріп, әкесі Құдайдың қызметіндегі руханилері етті. Ұлылық һәм құдірет мәңгіге оныкі болсын. Аумин. Міне, ол бұлтларменен келмекте. Әрбір көз оны көреді. Оның денесін тескелер де көреді. Жер жүзінің барлық халықлары ол себеплі өкіріп жылайды. Ауа, ұсылай болады. Аумин. Әзір бар, бұрыннан болған, келешекте де бар болатұғын, һәм келетұғын, һәмме нәрсеге құдіретлі Құдай иеміз, былай дейді. Мен Альфа һәм Омегаман. Мен Исаның қайғы хәсіретіне, патшалығына һәм сабырлығына сіздерменен бірге шерік болған туысқаныңыз Юхан Құдайдың сөзін һәм Иса хақында жариялағаным үшін Патмос атлы атауға сүргін етілген едім. Иеміздің күнінде мені мұқаддес рух басқарып тұрғанда, арқамнан Карнайдың даусына ұқсаған бәлент бір дауысты естім. Көріп тұрғанларыңды кітапқа жаз. Һәм 7 жәмәатке, яғни Ефес, Смирна, Пергам, Тиатира, Сардис, Филадельфия һәм Лаодикияға жібер. Деді дауыс. Сөйлеп тұрғанды көру үшін мен арқама бұрылдым. Бұрылып, 7 алтын шырақ қойғышты көрдім. Олардың ортасында үстіне ұзынлығы аяғына түсетұғын киім киген, көкірегіне алтын өңірше байлаған адам ұлына ұқсаған біреу тұр еді. Оның басы һәм шашлары ақ жүн сияқлы қардай аппақ еді. Көздері болса, оттың жалынындай жарқырап тұрған еді. Оның аяқлары пеште қыздырылған, жылтырақ қолаға ұқсаған болып, даусы сарқырап аққан судың сестіндей еді. Ал оң қолында 7 жұлдыз бар болып, аузынан 2 жүзлі өткір қылыш шығып тұрған еді. Жүзі күшлі жарқырап тұрған құяштай еді. Мен оны көруден ақ, өлі сияқлы аяқларына жығылдым. Ал ол оң қолын үстіме қойып, былай деді. Қорқпа, мен бірінші һәм соңғымын. Мен тірімен, өлген едім, бірақ міне мәңгіге тірімен. Өлімнің һәм өлілер мәканының кілттері менің қолымда. Сондықтан көргенлеріңді, қазір жүз беріп атырған нәрселерді һәм бұндан соң болатұғынларды жаз. Оң қолымда сен көрген 7 жұлдыздың һәм 7 алтын шырақ қойғыштың сыры мынау. 7 жұлдыз, 7 жәмәаттың жетекшілері, 7 шырақ қойғыш, 7 жәмәат. Аян. 2 бап. Ефес жәмәатінің жетекшісіне жаз. Оң қолына 7 жұлдыз ұслаған, 7 алтын шырақ қойғыштың ортасында жүретұғын былай дейді. Сенің істеріңді, ауыр минетіңді һәм сабырлылығыңды білемен. Жаман адамлардың жаманлық істеуіне жол қоймайтұғынды білемен. Елші емес болып тұрып, өздерін елші деп атағанларды сынадың, һәм олардың өтірікші екенін біліп алдың. Ауа, сен сабырлысан. Менің атым үшін қиыншылықларға шыдам бердің, һәм шаршамадың. Бірақ саған бір қарсылығым бар. Сен бірінші сенгі уақытыңдағы сүйіспеншілігіңді жойттың. Солай етіп, не нәрседе алжасқаныңды есіңе түсір. Тәубе қылып, дәслепкі істеріңді давам ет. Егер тәубе қылмасаң, саған келіп,
шыра қойғышыңды орнынан алып тастайман. Дегенменен сенде бір ұнамды қасиет бар. Сен Николас ұйымның істерін жек көресің, оларды мен де жек көремін. Құлағы бар мұқаддес рухтың жәмәттерге айтып атырған сөздерін естісін. Жеңіп шыққанға Құдайдың жәннетіндегі өмір терегінің мейвесін жеу құқын беремін. Смирна жәмәтінің жетекшісіне жаз. Өліп, өлімнен қайта тірілген, бірінші һәм соңғы болған былай дейді: сенің қайғы хәсретіңді һәм қамбағаллығыңды білемін. Бірақ сен байсаң, өздерін яһудилеріміз дейтұғылардың сені масқаралап айтқан сөздерін де білемін. Бірақ олар яһуди емес, ал шайтан жиыны. Басыңа түсетін қиыншылықтардан қорқпа. Міне, шайтан сіздерді сынау үшін араңыздағы баздарыңызды қамаққа тастайды. 10 күн азап шегесіздер. Өлуге тура келсе де, маған садық қал. Сонда мен саған өмір тажын беремін. Құлағы бар мұқаддес рухтың жәмәттерге айтып атырған сөздерін естісін. Жеңіп шыққан екінші өлімнен ешқандай зәлел көрмейді. Пергам жәмәтінің жетекшісіне жаз. 2 жүзлі өткір қылышқа ие болған былай дейді: шайтанның тақты тұрған жерде жасайтуыныңды білемін. Атыма садық екеніңді де білемін. Хәтте садық куам Антипа араңызда шайтан отырған жерде өлтірілген күндерде де сен маған деген сеніміңнен қайтпадың. Бірақ саған біраз қарсылығым бар. Араңызда Балаам тәлиматын тұтушылар бар. Бұтқа сойылған құрбалық көшін жеуге һәм бұзықшылық қылуға үйрету үшін Балаам Балаққа Израиль халқын жолдан ұруды үгітлеген еді. Сол сияқлы сіздердің араңызда Николас ұйымының тәлиматын тұтушылар да бар. Бұл үшін тәубе қыл. Болмаса тез жаныңа келіп, оларға қарсы аузымдағы қылышпен ұрсаман. Құлағы бар мұқаддес рухтың жәмәттерге айтып атырған сөздерін естісін. Жеңіп шыққанға сырлы манна һәм бір ақ тас та беремін. Ол тастың үстіне жаңа ат жазылған. Атты, тасты алған адамнан басқа ешкім білмейді. Тиатира жәмәтінің жетекшісіне жаз. Көздері лаулап жанған отқа, аяқлары жылтыраған қолаға ұқсаған Құдайдың ұлы былай дейді: сенің істеріңді, сүйіспеншілігіңді, сеніміңді, қызметіңді һәм сабырлылығыңды білемін. Соңғы істеріңнің бірінші сенген уақытындағы істеріңнен көбірек екенін де білемін. Дегенменен саған бір қарсылығым бар. Өзің пайғамбар деп атаған Изабел атты хаялға жол қойып атырсың. Бұл хаял қызметшілеріңді жолдан ұрып, бұзықшылық істеуге һәм пұтларға сойылған құрбалық көшін жеуге үйретпекті. Тәубе етуі үшін оған мәулет берген едім. Бірақ ол бұзықшылығы үшін тәубе етуді қаламайды. Міне, мен оны кеселік төсегіне құлатамын. Оның менен бұзықшылық істейтұғыларды да, оның менен біргелікте істеген жаман істері үшін тәубе етпесе, үлкен қайғы хәсіретке душар етемін. Оның ісіне ергендерді де өлімге душар етемін. Сонда бүткіл жәмәтлер менің кеуіл һәм жүреклерді сынаушы екенімді біліп алады. Әрбіріңізге істеріңізге қарай қайтарамын. Бірақ Тиатирадағы басқаларға, яғни сол хаялдың тәлиматын тұтпай, шайтанның тәлиматының терең сырларын үйренбеген сіздерге айтатуыным мынау: мен келемен дегенше өздеріңізде бар болғанларға беккен болыңлар. Сіздерге бұннан басқа ауырмалық салмаймын. Жеңіп шығып, менің бұйырғанларымды ақырына дейін орындағанға миллетлер үстінен билік беремін. Ол оларды темір таяқпенен басқарып, ылай ыдыс сияқлы сындырып тастайды. Әкемнен мен алған ұсындай билікті ол да алады. Жеңіп шыққанға таң жұлдызын да беремін. Құлағы бар мұқаддес рухтың жәмәттерге айтып атырған сөздерін естісін. Аян 3 бап. Сардис жәмәтінің жетекшісіне жаз. Құдайдың 7 рухына һәм 7 жұлдызына ие болған былай дейді: сенің істеріңді білемін. Тірі жәмәт деген атың бар. Бірақ сен өлесің. Сергек бол. Елі өлмей қалған, енді өлейін деп атырғанларды беккемле. Себебі Құдайымның алдында сенің істерінің жеткіліксіз екендігін көрдім. Сондықтан өзің қабыл алып естіткен тәлиматыңды есіңе түсір. Оны тұтынып тәубе ет. Егер сергек болмасаң, мен ұры сияқлы күтілмегенде келемін. Саған қашан келетұғынымды білмей қаласаң. Олар ақ киім киіп, менің бірге жүреді. Өйткені олар ұстаған ылайықлы.
жеңіп шыққан ұшындай ақ киім киеді. Бұндай адамның атын өмір кітабынан еш қашан өшірмеймін. Әкемнің һәм оның періштелердің алдында бұл адамның атын ашық тән аламын. Құлағы бар мұқаддес рухтың жәмәтлерге айтып атырған сөздерін естісін. Филадельфия жәмәтінің жетекшісіне жаз. Мұқаддес һәм хақиқат болған Дауыттың кілтіне ие. Ол ашса ешкім жаба алмайтұғын, жапса ешкім аша алмайтұғын бұлай дейді. Сенің істеріңді білемін. Міне, сенің алдыңа ешкім жаба алмайтұғын ашық бір қапы қойдым. Күшің аз болса да, сөзімді ордылап, атымнан уаз кешпедім. Қара, шайтанның жиынынан болғанларды өздерін яһудиміз деп атап, бірақ яһуди болмаған өтірікшілерді саған тапсырамын. Оларды саған келуге, һәм сенің аяңа басыруға мәжбүр етіп, оларға менің сені сүйетұғынымды көрсетемін. Сабырлылық пенен шыда деген бұйрығымды орындағаның үшін, жер жүзінде жасайтуғыларды сынау мақсатыменен, бүткіл дүние жүзіне келетуын сынақ уақытынан мен де сені сақлаймын. Мен жылдам келемін. Тажыңды ешкім алып қоймау үшін өзіңде бар нәрсеге беккен бол. Жеңіп шыққанды Құдайымның ібадатханасының сүтіні қыламан. Сол адам ол жерден ешқашан шықпайды. Оның үстіне Құдайымның атын, Құдайымның қаласының атын, яғни аспаннан Құдайдың жанына түсетуін жаңа Иерусалимнің атын һәм өзімнің жаңа атымды жазаман. Құлағы бар мұқаддес рухтың жәмәтлерге айтып атырған сөздерін естісін. Лаудикия жәмәтінің жетекшісіне жаз. Аумин, садық һәм хақиқи гуа. Құдайдың жаратқанларының үкімдары былай дейді. Сенің істеріңді білемін. Сен я суық, я ыссы емессің. Қане енді я суық, я ыссы болсаң, сен ыссы да, суық та емес, ал жылы болғаның үшін сені аузымнан құшып жіберемін. Байман, байыдым, еш нәрсеге мұқтаж емеспін дейсің. Бірақ өзіңнің бақытсыз, аянышлы, жарлы, соқыр һәм жалаңаш екендігіңді білмейсің. Сондықтан менің саған айтатын мәслихатым мынау. Бай болуың үшін менен отта тазаланған алтын, жалаңашлығының айыбы көрмеу үшін ақ киімдер, көруің үшін көздеріңе сүртетін дәрі сатып ал. Мен сүйгенлерімнің әммесін ашқара етіп тәрбиелаймын. Сол себеплі ынталы болып тәубе ет. Міне, мен қапы алдында қағып тұрмын. Егер кімде-кім даусымды естіп, қапыны ашса, оның үйіне кіремін. Мен оның менен, ол менің менен бірге ауқат жейміз. Мен жеңіп шығып, әкем менен бірге оның тақтына отырғанымдай, жеңіп шыққанға да менің менен бірге тақтыма отыру құқым беремін. Құлағы бар мұқаддес рухтың жәмәтлерге айтып атырған сөздерін естісін. Аян, 4-ші бап. Бұннан соң аспанда ашық тұрған бір қапыны көрдім. Мен бұрын есткен дауыс, яғни карнай сесіне ұқсаған сес, маған былай деді. Бұл жерге көтеріл. Мен саған бұннан соң болуы тиіс уақияларды көрсетемін. Сонда мен дәрхәл мұқаддес рухқа толып, аспанда бір тақты, һәм онда отырғанды көрдім. Тақта отырғанның көрінісі яспис, сардис сияқлы хасыл таслардай жарқырап, ал тақтың атрапын жарқыраған хасыл зумрат тасы сияқлы радуга қоршап тұрған еді. Тақтың дөңгелегінде басқа 24 тақт болып, бұл тақтыларда ақ киімлі, басларына алтын таш киген 24 ақсақал отырған еді. Тақттан шақмақ шағып, гүрсілдеген дауыс шығып, бүлдір маманың гүркірегені естіліп тұрған еді. Ал тақтың алдында 7 шыра жанып тұрған еді. Бұл Құдайдың 7 рухы. Және тақтың алдында кристалл сияқлы шише теңіз бар еді. Тақтың 4 тарапында, яғни дөңгелегінде алды арты көзге толған 4 мақлұқ тұрған еді. Олардың біріншісі арсланға, екіншісі бұзауға ұқсаған еді. Ал үшіншісінің жүзі адамның түрінде. Төртіншісі ұшып бара тұрған бүркіт сияқлы еді. Әр бірінің 6 қанаты болып, қанатларының іші сырты толған көз еді. Олар күні түні тоқтамастан бар болған hazır бар, һәм келешекте бар болатұғын, һәм келетұғын, һәмме нәрсеге құдіретлі Құдай иеміз. Мұқаддес, мұқаддес, мұқаддес дейді. 4 мақлұқ мәңгі өмір сүретұғын тақта отырғанды ұлылап,
оған хүрмет көрсетіп шүкірлік білдірген сайын, 24 ақсақал тақтың үстінде отырған мәңгі өмір сүретұғынның алдына жығылып, оған табынды. Олар тажларын тақтың алдына қойып, былай деді: Құдай иеміз, сен даңқ, хүрмет һәм құдіретті алуға лайықлысың. Себебі һәмме нәрсені сен жаратқансың. Һәммесі сенің еркіңменен жаратылды, һәм бар болды. Аян, 5-ші бап. Сонда тақта отырғанның оң қолында іші сырты жазылған 7 мөр басылып бекітілген бір кітапты көрдім. Және мен бәлент дауыспенен жариялап бақырған бір күшлі періштені де көрдім. Ол жар салып: Кім бекітілген мөрлерді бұзып, кітапты ашуға лайықлы? деді. Бірақ аспанда да, жерде де, жердің астында да кітапты ашып, оның ішіне қарауға лайықлы ешкім болмады. Кітапты ашып, оның ішіне қарауға лайықлы ешкім табылмағандықтан мен қатты жыладым. Сонда ақсақалардың бірі маған: Жылама, қара, Яхуда ұруынан шыққан арслан, Дауыттың ұрпағы жеңіп шықты. Ол бекітілген мөрлерді бұзып, кітапты аша алады, деді. Сол уақытта мен 4 мақлұқпенен ақсақалар қоршап тұрған тақтың ортасында бауызланғанға ұқсаған бір қозыны көрдім. Қозының 7 мүйізі һәм 7 көзі бар еді. Бұл көзлер Құдайдың бүткіл жер жүзіне жіберген 7 рухы. Қозы жақылап барып, тақта отырғанның оң қолынан кітапты алды. Қозы кітапты алғанда 4 мақлұқ һәм 24 ақсақал оның аяғына жығылды. Әр бірінің қолында тәрлі аспап һәм хош иіслі затларға толған алтын кеселер бар еді. Бұл хош иіслі затлар мұқаддеслердің дуаларын білдіреді. Олар жаңа алғыс мақтау қосығын айтып, былай деді: Сен кітапты алуға һәм бекітілген мөрлерді бұзып ашуға лайықлысың. Өйткені сен өзіңді құрбан еттің, һәм әр бір ұру, тіл, халық һәм миллеттен шыққан адамларды Құдайға арнау үшін өз қаныңды төгіп, олардың төлемлерін өтедің. Оларды патшалығыңа ерістіріп, Құдайдың қызметіндегі руханилер қылдың. Олар жер жүзінде хәкімлік етеді. Соңынан тақты, мақлұқларды һәм ақсақалларды қоршаған есап сансыз, мыңлаған, миллионлаған періштелерді көрдім. Һәм олардың дауысларын естім. Олар дауыслап қосық айтып, былай деді: Бауызланған қозы көш, байлық, даналық, құдірет, хүрмет, даңқ һәм алғыс мақтауды алуға лайықлы. Және мен аспандағы, жер жүзіндегі, жердің астындағы һәм теңіздегі бүткіл жаратылыстың, олардағы бүткіл барлықтың былай деп қосық айтқанын естім: Тақта отырған һәм қозы алғыс мақтауға, хүрметке, даңққа һәм құдіретке мәңгіге ие болсын. 4 мақлұқ Аумин деп жауап берді. Ал 24 ақсақал жерге жығылып табынды. Аян, 6-ші бап. Соңынан мен қозының бекітілген 7 мөрдің біріншісін бұзып ашқанын көрдім. Сонда 4 мақлұқтың бірінің гүлдір маманың гүркірегеніне ұқсаған дауыспенен дегенін естім. Мен қарап, бір ақ атты көрдім. Аттың үстіндегінің оқ жайы бар еді. Оған бір таж берілді. Ол жеңімпаз болып, және жеңіске ерісуге атланды. Қозы бекітілген 2-ші мөрді бұзып ашқанда, 2-ші мақлұқтың кел дегенін естім. Сонда оттай қызыл бір ат шықты. Атқа мінгенге адамлардың бір-бірін өлтіруі үшін дүния жүзіндегі парақатшылықты жоқ қылу билігі берілді. Оған үлкен бір қылыш та берілді. Қозы бекітілген 3-ші мөрді бұзып ашқанда, 3-ші мақлұқтың кел дегенін естім. Мен қарап, бір қара атты көрдім. Атқа мінгеннің қолында пәлле тарез бар еді. 4 мақлұқтың ортасынан шыққан бір дауыстың бір күнлік іс хақыға бір қадақ бидай, ямаса 3 қадақ арпа беріледі. Бірақ зайтун майына
ham sharapqa ziyon tegizbe дегенін естім. Қозы бекітілген 4-ші мөрді бұзып ашқанда 4-ші мақлуқтың дегенін естім. Мен қарап ақшыл сұр атты көрдім. Атқа мінгеннің аты өлім болып, оның ізінен біреу еріп кетір еді. Бұл өлелер мәканы еді. Оларға қылыш, ашлық, жұқпалы аурулар, һәм жердегі жыртқыш хайуандар менен адамларды өлтіру үшін дүнияның 4-тен 1 бөлігінің үстінен билік берілді. Қозы бекітілген 5-ші мөрді бұзып ашқанда, құрбалық шалынатығын орынның астында Құдайдың сөзі һәм өзлері айтқан гуалықлары үшін өлтірілгендердің жанларын көрдім. Олар бәлент дауыспенен бақырып былай деді: Мұқаддес һәм хақиқи иеміз, сен енді қашан жер жүзінде жасайтығынларды хүкім етіп, олардан төгілген қанымыз үшін өш аласаң. Сонда олардың әр біріне ақ киім беріліп, сіздер сияқлы өлтірілетіғін өздеріңіздей қызметшілердің һәм туысқанларыңыздың саны толық болғанға шекем аз-маз күтіп тұрыңлар делінді. Қозы бекітілген 6-ші мөрді бұзып ашқанда қарасам, жер күшлі сілкініп, құяш қара жүннен тоқылған қаптай, ал ай толығыменен қан сияқлы қып-қызыл болып кетті. Ал аспандағы жұлдызлар күшлі самал себепле шайқалған, әнжір ағашынан төгілген піспеген мейвелер сияқлы жерге түсті. Аспан болса, оралған қағаз сияқлы жоқ болып кетті. Әр бір тау һәм атау орнынан көшірілді. Сонда дүнияның патшалары, әмелдарлары, әскербасылары, байлары, күшлілері, барлық құл һәм азат адамлары үңгірлер менен таудағы жартаслар арасына жасырынды. Олар таулар һәм жартасларға жалынып, үстімізге құлап, тақтың үстінде отырғаннан һәм қозының ғазебінен біздерді жасыра көрің. Себебі олардың қаһарлы ғазебінің күні келді. Бұған кім шыдай алады? деді. Аян, 7-ші бап. Бұнан соң мен жер жүзінің 4 мүйішінде тұрған 4 періштені көрдім. Олар жер бетіне, теңізге һәм әр бір терекке еспесін деп, жер жүзінің 4 самалын ұслап тұрған еді. Мен және шығыстан көтеріліп кетірған тірі Құдайдың мөріне ие басқа бір періштені көрдім. Ол жерге һәм теңізге зиян келтіру билігі берілген 4 періштеге бәлент дауыспенен бақырып, Біздер Құдайымыздың қызметшілерінің маңлайларына мөр баспағанымызша, жерге, теңізге һәм тереклерге зиян тигізбеңлер, деді. Сонда мен маңлайларына мөр басылғанлардың саны 144 мың екенін естім. Олар Израиль халқының барлық руларынан еді. Яхуда руынан 12 мың, Рубен руынан 12 мың, Гад руынан 12 мың, Ашер руынан 12 мың, Нафтали руынан 12 мың, Манасия руынан 12 мың, Симон руынан 12 мың, Леби руынан 12 мың, Исахар руынан 12 мың, Зебулон руынан 12 мың, Юсуп руынан 12 мың, Бинамин руынан 12 мың адамға мөр басылды. Бұнан соң қарасам, әр түрлі миллеттен, әр түрлі ұрудан, әр түрлі халықтан һәм әр түрлі тілден болған ешкім санай алмайтығын үлкен топар тақтың һәм қозының алдында тұр еді. Әммесі ақ киім киген болып, қолларына хурма ағашының шақаларын ұслап тұрған еді. Олар бәлент дауыспенен, құтқару тақт үстінде отырған Құдайымыздың һәм қозының қолында деп бақырып тұрған еді. Барлық періштелер тақтың, ақсақаллардың һәм 4 мақлуқтың дөңгелегінде тұрған еді. Олар тақтың алдында жерге жығылып, Құдайға табынып, былай деді: Аумин, алғыс, даңқ, даналық, мақтау, hürmet, хош құдірет мәңгіге Құдайымыздікі болсын. Аумин. Сонда ақсақаллардың бірі меннен: ақ киім киген мына адамдар кімлер? Олар қаяқтан келді? деп сұрады. Бұны сіз білесіз, мырзам, дедім мен. Ол маған былай деді: Бұлар ауыр азапты басынан кешіргендер. Киімдерін қозының қанымен жуып, аппақ қылғанлар.
Сондықтан олар Құдайдың тақтының алдында тұрып, оның ібадатханасында күні-түні оған қызмет етеді. Тақта отырған олар менен бірге болып, өз панасында сақлайды. Олар енді ешқашан аш болмайды, һәм шөллемейді. Құяш ямаса жазирама ыссы оларды күйдірмейді. Өйткені тақтың ортасында болған қозы олардың шопаны болып, тірі су бұлақларына алып барады. Құдай олардың барлық көз жастарын сүртіп таслайды. Аян 8-ші бап. Қозы бекітілген 7-ші мөрді бұзып ашқанда, аспанда ярым сааттай үнсізлік орнады. Сонда мен Құдайдың алдында тұрған 7 періштені көрдім. Оларға 7 карнай берілді. Соңынан басқа бір періште келіп, құрбанлық шалынатығын орында тұрды. Оның қолында хош иіслі затларды түтетуге арналған алтын ыдыс бар еді. Оған бүткіл мұхаддислердің дуаларына қосып, тақтың алдындағы алтыннан ісленген құрбанлық шалынатығын орынға бағышлау үшін көп мұғдарда хош иіслі затлар берілді. Сонда мұхаддислердің дуалары менен бірге хош иіслі затлардың түтіні періштенің қолынан көтеріліп, Құдайдың алдына жетіп барды. Періште хош иіслі затлар салынған ыдысты алып, оны құрбанлық шалынатығын орынның жанып тұрған шоғына толтырды да, жерге ылақтырып жіберді. Сонда гүлдірмама күркіреп, гүрсілдеген дауыслар естілді, һәм шақмақ шағып, жер сілкінді. 7 періште қолларындағы 7 карнайды шертуге таярланды. Бірінші періште карнайын шертті. Сонда қанға араласқан бұршақ һәм от жерге жауды. Жер бетінің 3-тен бірі, тереклердің 3-тен бірі һәм жасыл шөплердің һәммесі жанып кетті. Екінші періште карнайын шертті. Лаулап жанған тау сияқлы үлкен бір нәрсе теңізге ылақтырылды. Теңіздің 3-тен бірі қанға айланды. Теңіздегі жануарлардың 3-тен бірі өлді, һәм кемелердің 3-тен бірі қиралып қалды. Үшінші періште карнайын шертті. Сонда аспаннан шом сияқлы, жалынлап жанған бір жұлдыз дариялардың 3-тен 1 бөлегіне һәм су бұлақларының үстіне түсті. Бұл жұлдыздың аты Жусан. Сулардың 3-тен 1 бөлегі Жусан сияқлы ашшы болды. Су ашшы болғанлықтан ішкен адамлардың көбісі өліп қалды. Төртінші періште карнайын шертті. Құяштың 3-тен 1, айдың 3-тен 1 һәм жұлдызлардың 3-тен 1 зақымланды. Олардың 3-тен 1 қараңғыланып, күндіз һәм түннің 3-тен 1 бөлегі жақтысыз қалды. Мен соңынан қарап, аспанның ортасында ұшып жүрген бір бүркіттің бәлен дауыспенен былай дегенін естім. Хәсрет! Хәсрет! Жер жүзінде жасаушылар хәсрет шегеді. Себебі карнайларын шертетуін қалған 3 періште карнай шертуге таяр тұр. Аян 9-ші бап. 5-ші періште карнайын шертті. Сонда мен аспаннан жерге түскен бір жұлдызды көрдім. Оған терең тұңғиықтың аузын ашатығын кілт берілді. Жұлдыз терең тұңғиықтың аузын ашқанда, тұңғиықтан үлкен пештің түтініндей түтін шықты. Бұл түтіннен құяш һәм хауа қараңғыланып кетті. Түтіннің ішінен жерге шегірткелер жауды. Оларға жердегі шаяллардың күшіне ұқсаған бір күш берілген еді. Шегірткелерге жердегі көк шөплерге, өсімліклерге һәм тереклерге зиян келтірмеу, тек маңлайларында Құдайдың мөрі жоқ адамларға ғана азап беру бұйырылды. Оларға бұл адамларды өлтірмей, тек 5 ай давамында азап беруге рұқсат етілді. Олар берген азап адамды шаян шаққандай қинайды. Сол күндері адамлар өлім іздейді, бірақ таба алмайды. Өлуді аңсайды, бірақ өлім олардан қашып кетеді. Шегірткелердің көрінісі сауашқа тайырланған атлар сияқлы болып, басыларында алтын тажларға ұқсаған тажлары бар еді. Жүзлері болса адамның жүзіне ұқсаған еді. Шашлары хаялдың шашындай, тіслері арсланның тісіндей еді. Көкіректерінде темір сауытларға ұқсаған сауытлар болып, қанатларының сесті сауашқа шауып баратырған сансыз атлы арбалардың сесі сияқлы еді. Шегірткелердің шаяндыкіндей құйрықлары һәм инелері бар еді. Құйрықлары адамларға 5 ай бойы азап беретұғын күшке ие еді. Олардың үстінен терең тұңғиықтың періштесі
патшалық ететұғын еді. Бұл періштенің еврейше аты Аббадон, ал грекше аты Аполлион еді. Бірінші хәсірет өтті. Міне, бұннан соң және екі хәсірет келмекте. Алтыншы періште Карнайн шертті. Сонда мен Құдайдың алдындағы алтыннан ісленген құрбанлық шалынатығын орынның 4 мүйшіндегі шақлардан шыққан бір дауысты естім. Дауыс қолында карнайы бар алтыншы періштеге: Ұлы Ефрат дариясының жанында байлаулы тұрған 4 періштені босатып жібер, деді. Сонда анық сол саат, сол күн, сол ай һәм сол жыл үшін таяр тұрған 4 періште адамлардың 3-тен бірін өлтіру үшін босатылып жіберілді. Олардың атлы аскерлерінің саны 200 миллион екенлігін естім. Аянымда көрген атлар менен атлылардың көрінісі мынадай. Атлылардың оттай қызыл, қара көкшіл һәм күкірт реңлі сауытлары бар еді. Атлардың баслары арсланның басына ұқсаған болып, ауызларынан от, түтін һәм күкірт шықтырған еді. Адамзаттың 3-тен бірі осы 3 бәледен, бұлардың аузынан шыққан от, түтін һәм күкірттен өлді. Өйткені атлардың күші ауызларында һәм құйрықларында еді. Құйрықлары басы бар жылалар сияқлы болып, адамларды олар менен азаплайтығын еді. Осы бәлелерден өлмей қалған адамлар өз қоллары менен істеген жаман істері үшін тәубе етпеді. Олар я көре, я есте, я жүре алмайтығын алтын, күміс, қола, тас һәм ағаштан істенген бұтларға һәм жиллерге табынудан ваз кешпеді. Және де адам өлтіру, сиқыршылық істеу, жынысы бұзықшылық қылу һәм ұрлық істеуді қойып, тәубе етпеді. Аян, 10-шы бап. Соңынан мен аспаннан түсіп кетірген басқа бір күшлі періштені көрдім. Ол бұлтқа оранған болып, басының үстінде радуга бар еді. Жүзі құяшқа, аяқлары отлы сүтінге ұқсаған еді. Оның қолында ашылған бір кітапша бар еді. Ол оң аяғын теңізге, ал сол аяғын жерге қойып, арсланның ақырғанына ұқсаған вәлент дауыспенен бақырды. Ол бақырғанда 7 гүлдірмама сесті күркіреп, тілге кірді. 7 гүлдірмама тілге кіргенде мен жазбақшы болып едім. Бірақ аспаннан бір дауыстың: 7 гүлдірмаманың айтқанларын жазба, оларды құпия сақла, дегенін естім. Соннан кейін бір аяғыменен теңізде, бір аяғыменен жерде тұрғанын өзім көрген сол періште оң қолын аспанға көтерді. Ол аспанды һәм аспандағылардың һәммесін, жерді һәм жердегілердің һәммесін, теңізді һәм теңіздегілердің һәммесін жаратқан мәңгі тірі Құдайдың аты менен ант ішіп: енді уақыт қалмады, бірақ 7-ші періште Карнайын шертетіғын күнлерде Құдайдың өз қызметшілері пайғамбарларға хабарлаған сырлы жобасы әмелге асады, деді. Өзім аспаннан есткен дауыс менің менен және сөйлесе баслап: барып, теңізде һәм жерде тұрған періштенің қолындағы ашулы кітапшаны ал, деді. Мен періштенің жанына барып, кітапшаны маған беруін сұрадым. Періште маған: бұны ал да жеп қой. Ол қарныңа барғанда ашшы, ал аузыңда пал сияқлы татлы болады, деді. Сонда мен кітапшаны періштенің қолынан алып, жеп қойдым. Ол аузымда пал сияқлы татлы болды. Ал жұтқанымнан кейін қарнымды ашытты. Соңынан маған былай делінді: сен және көп халықлар, миллетлер, тіллер һәм патшалар туралы пайғамбаршылық айтуың тиіс. Аян, 11-ші бап. Соннан кейін маған өлшетуін таяқ сияқлы қамыс беріліп, былай делінді: бар да Құдайдың ибадатханасын һәм құрбанлық шалынатығын орынды өлшеп, сол жерде сыйынып атырғаларды санап шық. Ал ибадатхананың сыртқы хәулісін өлшеме қалдыр. Себебі ол жер бұтқа табынушыларға берілді. Олар Мұқаддес қаланы 42 ай давамында аяқ асты қылады. Мен өзімнің 2 гуама күш беремен. Олар аза киімін киіп, 1260 күн пайғамбаршылық қылады. Бұл 2 гуа
бүткіл дүнияның иесі Құдай алдында тұрған 2 зәйтүн ағашын һәм 2 шыра қойғышты білдіреді. Егер кімде-кім оларға зиян тигізбекші болса, олардың ауызларынан от шығып, дұшпанларын күйдіріп жоқ қылады. Оларға зиян тигізбекші болғанлар осылай өлтіріледі. Бұл 2 гуа өздері пайғамбаршылық айтқан күнлерде жауын жаумасын деп, аспанды жауып таслау билігіне ие. Және олардың суларды қанға айландыруға, қанша қалесе жер жүзін сонша һәр түрлі бәлелерге душар етуге де билігі бар. Олар гуалықларын айтып тауысқанда, терең тұңғиықтан шыққан жыртқыш хайуан олар менен ұрсады, һәм оларды жеңіп өлтіреді. Олардың өлігі тымсалы түрде Содом һәм Мысыр деп аталатығын ұлы қаланың көшесінде қалдырылады. Олардың иесі Иса да сол жерде атанақ ағашқа шегеленген еді. 3,5 күн барлық халықлардың, рулардың, тілдер һәм миллетлердің адамлары олардың өлігіне қарап, денелерін қабірге қоюға рұқсат етпейді. Жер жүзінде жасаушылар бұған қуанып, байрам қылады һәм бір-біріне сауғалар жібереді. Өйткені бұл 2 пайғамбар жер жүзінде жасаушыларға азап берген еді. Бірақ 3,5 күннен соң Құдайдан келген өмір демі олардың денелеріне еніп, екеуі де аяққа тұрды. Бұны көргенлерді күшлі қорқыныш биледі. Сонда 2 пайғамбар аспаннан естілген бір дауыстың өздеріне «Бұл жерге көтеріңлер!» дегенін естті. Олар дұшпанларының көз алдында бір бұлт үстінде аспанға көтеріліп кетті. Сол уақытта күшлі жер сілкіну болып, қаланың 10-нан бірі қиралып қалды, һәм 7,000 адам набыт болды. Ал қалған адамларды күшлі қорқыныш билеп, аспандағы Құдайды алғыслады. 2-ші хәсрет өтті. Міне, 3-ші хәсрет жақындап келмекте. 7-ші періште карнайын шертті. Аспаннан бәлен дауыстар естіліп, Дүния жүзі патшалығы Құдай иеміздікі, һәм оның Масихыныкі болды. Ол мәңгіге патшалық етеді, деді. Құдайдың алдында өз тақтыларында отырған 24 ақсақал жерге бас ұрып, Құдайға табынды, һәм былай деді. Әмме нәрсеге құдіретлі, бар болған, һәм әзірде бар Құдай иеміз, саған шүкірлік етеміз. Себебі сен ұлы құдіретің менен патшалық ете басладың. Осы себеплі миллетлер ашуға мінген еді. Енді болса, сенің ғазебің олар үстіне жауды. Өлілерді үкім ету, қызметшілерін болған пайғамбарларға, мұқаддеслерге, яғни сенің атыңды хүрмет ететұғын, үлкен кішіге сыйлық беру, һәм жер жүзін набыт қылушыларды набыт қылу уақытың келді. Сонда Құдайдың аспандағы ібадатханасы ашылды, һәм ібадатханадағы оның келісім сандығы көрінді. Сол уақытта шақмақ шағып, дауыслар һәм гүлдірмаманың гүркірегені естілді. Жер сілкініп, күшлі бұршақ жауды. Аян 12-ші бап. Аспанда бір ұлы караматлы белгі пайда болды. Құяшқа оранған, аяқларының астында ай, басында 12 жұлдызлы тажы бар бір хаял көрінді. Хаял Хамледар еді. Ол босанбақшы болып, толғақ тұтып бақырмақта еді. Соңынан аспанда басқа бір караматлы белгі пайда болды. 7 баслы, 10 шақлы, басларында 7 тажы бар, үлкен қызыл айдарқа көрінді. Айдарқа құйрығыменен аспандағы жұлдызлардың 3-тен бірін сыпырып, жерге лақтырды. Соңынан ол туылудан ақ баланы жұтып жіберу үшін туайын деп тұрған хаялдың алдында тұрып алды. Хаял ұл туды. Бұл бала барлық миллетлерді темір таяқпенен басқарады. Бала дәрхәл Құдайға, Құдайдың тақтына алып келінді. Ал хаял шөлге қашып кетті. Ол жерде хаялдың 1260 күн бағылуы үшін Құдай тарапынан таярланған бір орын бар еді. Аспанда сауаш басланды. Бас періште Михаил һәм оның періштелері Айдарқаға қарсы ұрысты. Айдарқа да өз періштелеріменен оларға қарсы ұрысса да, күші жетпей жеңіліп қалып, аспандағы орынларынан айырылды. Үлкен Айдарқа, Әзәзүл,
ямаса шайтан деп аталған, бүткіл дүнияны жолдан азғырған ескі жылан періштелер менен бірлікте жерге ылақтырылды. Сонда мен аспанда бәлент бір дауыстың былай дегенін естім. Құдайымыздың құтқаруы, құдіреті, патшалығы һәм Масихының хүкімдарлығы енді орнады. Өйткені туысқанларымыздың айыплаушысы, оларды Құдайымыздың алдында күні түні айыплаған шайтан жерге лақтырылды. Туысқанларымыз қозының қаны менен һәм өздері айтқан гуалықлары менен оны жеңді. Бұл үшін олар өз жанларын өлімге қиды. Сондықтан, хей, аспан һәм онда жасаушылар шадланыңлар. Ал жер һәм теңіз сіздер хәсрет шегесіздер. Себебі шайтан қаһарлы түрде үстеріңізге түсті. Ол өз уақытының аз қалғанын біледі. Айдарха өзінің жерге ылақтырылғанын көргенде, ұл бала туған Хаялдың ізінен қуа кетті. Хаялдың жыланнан шөлдегі өзі үшін арналған жерге ұшып кету үшін оған үлкен бір бүркіттің 2 қанаты берілді. Хаял ол жерде 3,5 жыл бағылуы лазым еді. Сонда жылан Хаялды сел менен ағызып жіберу үшін аузынан оның ізінен дариядай су ағызды. Бірақ жер аузын ашты да Айдарханың аузынан ағызған суын жұтып жіберіп Хаялға жәрдем етті. Сонда Айдарха Хаялға қарсы қаһарленді. Ол Хаял нәсілінен болған басқалар менен, яғни Құдайдың бұйрықларын орындап, Иса Масихтың гуалығына садық қалғандар менен ұрысуға атланды. Айдарха теңіз жағасында тұр. Аян 13-ші бап. Соңынан мен 10 шақлы, 7 баслы бір жыртқыш хайуанның теңізден шығып жатырғанын көрдім. Оның шақларында 10 таж болып, басларында Құдайға тіл тигізуші атлар жазылған еді. Мен көрген жыртқыш хайуан қапланға ұқсаған еді. Оның аяқлары аюдың аяғындай, аузы арсланның аузындай еді. Айдарха оған өз құдіреті һәм тақты менен бірлікте үлкен билікте берді. Жыртқыш хайуанның басларының бірі өлімші халда жарақатланғандай болып көрінді. Дегенменен бұл жарақат жазылып кетті. Сонда бүткіл дүния таң қалып, жыртқыш хайуанның ізіне еріп кетті. Адамлар жыртқыш хайуанға билік берген Айдархаға сиынды. Олар жыртқыш хайуанға да сиынып, бұл жыртқыш хайуанға кім тең келе алады? Оның менен кім ұрса алады? деді. Өзін мақтап, Құдайға тіл тигізетін сөздер айту үшін жыртқыш хайуанға ауыз берілді. Ол және 42 ай дауымында жүргізетін билік алды. Құдайға, оның аты менен мәканына һәм аспанда жасаушыларға тіл тигізу үшін жыртқыш хайуан аузын ашып сөйлей баслады. Оған мұхаддислерге қарсы ұрысып, оларды жеңуге күш берілді. Ол әр бір ұру, әр бір халық, әр бір тіл һәм әр бір миллет түсінен билікке ие болды. Дүнияға тиесілі адамлардың әммесі дүния жаратылғаннан бері бауызланған қозының өмір кітабында аты жазылмаған әр бір адам жыртқыш хайуанға сиынды. Құлағы бар, мыналарды естіп алсын. Кімнің тағдыріне тұтқын болу жазылса, ол тұтқынға түседі. Кімнің тағдыріне қылышпенен өлтіру жазылса, ол қылышпенен өлтіріледі. Сол уақытта мұхаддислердің сабыр етіп сенуі керек болады. Бұнан соң мен жерден шығып жатырған басқа бір жыртқыш хайуанды көрдім. Оның қозыныкіндей 2 мүйізі болып, ол Айдарха сияқлы сөйлейтұғын еді. Бұл жыртқыш хайуан бірінші жыртқыш хайуанның бүткіл билігі менен ол үшін әрекет етті. Жер жүзін һәм онда жасайтұғыларды өлімші халдағы жарақаты жазылған бірінші жыртқыш хайуанға сиынуға мәжбүрледі. Ол үлкен караматлар істеп, хәтте адамлардың көз алдында аспаннан жерге от та жаудырды. Бірінші жыртқыш хайуан үшін ол өзіне істеуге рұқсат етілген караматлар арқылы жер жүзінде жасайтұғыларды жолдан азғырды. Ол адамларға қылыштан жараланған, бірақ тірі қалған бірінші жыртқыш хайуанның хүрметіне оның бұтын соғуды бұйырды. Бірінші жыртқыш хайуанның бұты тілге кіріп,
өзіне табынбағанлардың әммесін өлтіруді бұйырсын деп, оған бірінші жыртқыш хайуанның бұтына жан беру үшін құдірет берілді. Ол әрбір адамды, үлкен кішіні, бай жарлыны, азат құлды оң қолына, ямаса маңлайына тамға бастыртуға мәжбүрледі. Солай етіп, кім ұсы тамғаға, яғни бірінші жыртқыш хайуанның атына, ямаса атының санына ие болмаса, бір нәрсе сатып ала алмайды да, сата алмайды да. Бұл даналықты талап етеді. Ақылы жеткен адам хайуанның санын есаплап шықсын. Өйткені бұл адамның саны. Оның саны 666. Аян 14-ші бап. Соңынан қарап, қозының Сион тауының үстінде тұрғанын көрдім. Қозы менен бірлікте, маңлайларында қозының, һәм оның әкесінің аты жазылған 144 мың адам бар еді. Аспаннан сарқырап аққан судың сесіндей, күшлі гүлдірмама даусындай бір сес естім. Мен есткен бұл сес тарлы аспап шертушілердің шығарған сесіне ұқсаған еді. Осы 144 мың адам тақтың, 4 мақлуқтың һәм ақсақаллардың алдында жаңа бір қосық айтып тұрған еді. Гүналарының құны өтеліп, жер жүзінен сатып алынған осы адамлардан басқа ешкім бұл қосықты үйрене алмас еді. Бұлар иемізге садық қалып, бұтларға табынбаған пәк адамлар еді. Қозы қайыққа барса, олар оның ізіне ереді. Олар Құдайдың һәм қозының тұңғышлары болып, адамлар арасынан сатып алынғанлар. Ауызларынан жалған сөз шықпаған олар мінсіз адамлар. Бұндан соң мен аспанның ортасында ұшып жүрген басқа бір періштені көрдім. Бұл періште жер жүзінде жасаушыларға, әр бір миллет һәм ұруға, әр бір тіл һәм халыққа жарияланатұғын мәңгі қошқабарға ие еді. Ол бәлент дауыспенен: Құдайдан қорқыңлар, оны алғыслаңлар. Оның хүкім ететұғын уақыты келді. Аспанды, жерді, теңізді һәм су бұлақларын жаратқанға сыйыныңлар, деді. Оның ізінен келтірген екінші періште былай деді: Құлады, өз бұзықшылығының күшлі шарабын барлық миллетлерге ішкізіп, оларды азғырған ұлы Бабилон құлады. Екеуінің ізінен келтірген үшінші періште бәлент дауыспенен былай деді: Кім бірінші жыртқыш хайуанға һәм оның мүсініне табынып, маңлайына, ямаса қолына оның таңбасын қабыл етсе, ол Құдайдың қаһарлы ғазеп кесесінде таярланған Құдайдың ғазебінің күшлі шарабынан ішеді. Мұқаддес періштелердің һәм қозының алдында от һәм жанып тұрған күкірттен азап шегеді. Оларға азап беретұғын оттың түтіні шексіз бұрқырап тұрады. Бірінші жыртқыш хайуанға һәм оның мүсініне табынып, атының таңбасын қабыл еткенлер күні-түні тынышлық көрмейді. Сол уақытта Құдайдың бұйрықларын орынлап, Исаға деген сеніміне садық қалған мұқаддеслердің сабырлығы керек болады. Сонда аспаннан бір дауыс маған: Мұнаны жазып қой, бұннан былай иемізге садық қалып, жанын қиғанлар қандай бақытлы, деді. Ауа, олар минетлерінің рахатын көреді. Себебі істеген істерінің жемісі олардан айырылмайды, дейді мұқаддес рух. Соңынан мен қарап, бір ақ бұлтты көрдім. Бұлттың үстінде басында алтын тажы, қолында өткір орағы бар адам ұлына ұқсаған біреу отыр еді. Ібадатханадан шыққан басқа бір періште бұлттың үстінде отырғанға бәлент дауыспенен бақырып: Орағыңды салып ор, ору уақыты келді. Өйткені жердің зираты пісіп жетілісті, деді. Бұлттың үстінде отырған орағын жерге сілтеді. Һәм жердің зираты орылды. Аспандағы ібадатханадан басқа бір періште шықты.
Оның да өткір орағы бар еді. Ал от үстінен билікке ие басқа бір періште, құрбанлық шалынатығын орнынан шығып, өткір орақлыға бәлент дауыспенен: Өткір орағыңды іске сал, жердегі жүзім ағашынан солқымларды жина, себебі жүзім пісті, деді. Періште орағын жерге сілтеп, жердегі жүзімнің зүратын жинап алды. Оны Құдайдың ғазебінің үлкен іскенжесіне лақтырды. Жүзім жеміслері қаланың сыртындағы іскенжеде сығылды. Іскенжеден аққан қан 300 шақырым жерге дейін барды. Хам атлардың жуерлеріне шекем көтерілді. Аян 15 бап. Мен аспанда және ұлы хам таң қаларлық басқа бір белгі көрдім. Бұл қолында соңғы 7 бәле бар 7 періште еді. Өйткені осы бәлелер менен Құдайдың ғазебі жұмақланатығын еді. Сонда от аралас шеше теңіз сияқлы бір нәрсені көрдім. Хайуанның, оның мүсінінің һәм атының саны үстінен жеңіске еріскелер қолларына Құдайдың берген тарлы аспапларын алып, шеше теңіздің үстінде тұрған еді. Олар Құдайдың қызметшісі Мусаның һәм қозының қосығын айтып тұрған еді. Әмме нәрсеге құдіретлі Құдай ие, сенің іслерің ұлы һәм ажайып. О миллетлер патшасы, сенің жолларың хақиқат һәм әділ. Ием, сеннен қорқпайтұғын, атыңды алғысламайтұғын кім бар? Себебі тек жалғыз сен ғана мұқаддессің. Бүкіл миллетлер келіп, сенің алдыңда табынады. Өйткені сенің әділ іслерің аян болды. Бұннан соң мен қарап, аспандағы ібадатхананың, яғни гуалық шатырының ашылғанын көрдім. Қолында 7 бәле бар 7 періште жарқыраған аппақ киім киіп, көкіректеріне алтын өңірше байлап, ібадатханадан шықты. 4 мақлуқтың бірі 7 періштеге, мәңгіге жасаушы Құдайдың қаһарлы ғазебіне толы 7 алтын кесе берді. Ібадатхана Құдайдың ұлылығының һәм құдіретінің түтіні менен толып кетті. 7 періштенің 7 бәлесі тамамланбағанша, еш кім ібадатханаға кіре алмады. Аян 16 бап. Соңынан мен ібадатханадан шыққан бір бәлент дауыстың 7 періштеге: Барыңлар, Құдайдың ғазебіне толы 7 кесені жерге төгіңлер, дегенін естім. Сонда бірінші періште барып кесені жерге төкті. Бірінші жыртқыш хайуанның тамғасына ие болып, оның мүсініне табынатығылардың үстінде азап беруші жеркенішілі жаралар пайда болды. Екінші періште кесесін теңізге төкті. Теңіз өлінің қанына ұқсайтын қанға айланып, теңіздегі бүткіл тіршілік набыт болды. Үшінші періште кесесін дарияларға һәм су бұлақларына төкті. Олар да қанға айланды. Сулар үстінен хәкімлік ететіғын періштенің былай дегенін естім: Хәзір бар һәм бұрыннан бар болған мұқаддес Құдайымыз, сенің шығарған бұл хүкімлерің әділ. Мұқаддеслердің һәм пайғамбарлардың қанын төккені үшін сен оларға қан ішкіздің. Бұған олар лайықлы. Сонда мен құрбанлық шалынатығын орнынан шыққан бір дауыстың былай дегенін естім: Ава, әмме нәрсеге құдіретлі Құдай иеміз, сенің хүкімлерің туры һәм әділ. Төртінші періште кесесін құяшқа төкті. Сонлықтан құяшқа адамларды отпенен күйдіру күші берілді. Адамларды күшлі хауыр күйдіріп жіберді. Олар тәубе етпеді. Һәм ұсы бәлелердің үстінен билікке ие болған Құдайды алғысламай, оның атына тіл тегізді. Бесінші періште кесесін жыртқыш хайуанның тақт үстіне төкті. Жыртқыш хайуанның патшалығы тас түнек болып қалды. Адамлар азапқа шыдамай тіллерін тіследі. Бірақ олар жаман іс әрекетлері үшін тәубе етпей, көріп атырған азаплары һәм жаралары себеплі аспандағы Құдайға тіл тигізді. Алтыншы періште кесесін ұлы Ефрат дариясына төкті. Күншығыстан келетіғын патшаларға жол таярлау үшін дарияның суы құрып қалды. Бұндан соң мен Айдарханың, жыртқыш хайуанның һәм жалған пайғамбардың аузынан шыққан құрбақаларға ұқсайтығын 3 жауыз рухты көрдім. Бұл рухлар
караматлар іслейтіғын жиллердің ұрықлары еді. Олар әмме нәрсеге құдіретлік Құдайдың оллы күнінде болатығын сауашқа пөткіл дүнияның патшаларын жинау үшін атланды. Міне, мен ұры сияқлы күтілмегенде келемен. Жалаңаш болып жүріп, ұятқа қалмау үшін үстіндегі киімлерін сақылап, сергек тұрғанлар қандай бақытлы. Деді иеміз Иса. Үш жауыз рух, еврейше Армагеддон деп аталатығын жерге патшаларды жинады. Жетінші періште кесесін хауаға төкті. Әбәдәтханадағы тақтан шыққан бәлент бір дауыс орынланды деді. Сонда шақмақ шағып, гүрсілдеген дауыслар естілді. Һәм гүлдірмама гүркіреп, күшлі жер сілкіну болды. Адамзат жер жүзінде пайда болғалы берлі, бұндай күшлі жер сілкіну еш қашан болған емес. Оллы қала үшке бөлініп құлады. Миллетлердің қалалары да қиралып қалды. Құдай Оллы Бабилонды ядында сақлап, өзінің қаһарлы ғазебінің шарабы толы кесені оған ішу үшін берді. Барлық атаулар орнынан көшіп, таулар жоқ болып кетті. Аспаннан адамлардың үстіне әр бір данасы батпандай күшлі бұршақ жауды. Бұршақ соншелі қорқыншылы болып, адамлар осы бәле үшін Құдайға тіл тигізді. Аян 17 бап. Жеті кесесі бар, жеті періштенің бірі жақылап келді де, менің сөйлесе баслап, бұлай деді. Берман кел, мен саған көп сулардың үстінде отырған оллы бұзық хаялдың қандай жазаға тартылатығының көрсетемен. Дүния патшалары оның менен бұзықшылық сілеген еді. Жер жүзінде жасаушылар оның бұзықшылығының шарабына мәс болған еді. Соңынан періште менен мұқаддес рухтың басқаруында шөлге алып барды. Ол жерде мен 7 баслы, 10 шақлы, үсті Құдайға тіл тигізетұғын атларға толы, жыртқыш қызыл хайуанның үстінде отырған бір хаялды көрдім. Хаял қызғылт көк, һәм қымбатлы қызыл лыпаслар киіп, алтын, хасыл таслар, һәм хынжыр менен безенген еді. Оның қолында жеркеншілі нәрселерге, һәм бұзықшылығының харамылықларына толы алтын кесе бар еді. Ал маңлайына болса, Оллы Бабилон, дүнияның бұзықларының һәм жеркенішілі нәрселерінің анасы деген сырлы ат жазылған еді. Хаялдың, мұқаддеслердің һәм Иса хақында гуалық беріп өлгенлердің қанына мәс екенін көрдім. Бұны көріп, мен қатты таң қалдым. Періште маған былай деді. Неге таң қалып тұрсаң? Мен саған хаялдың һәм оның көтеріп жүрген 7 баслы, 10 шақлы жыртқыш хайуанның сырын ашып беремен. Сен көрген жыртқыш хайуан бұрын бар еді, бірақ әзір жоқ. Біраздан соң ол терең тұңғиықтан шығып набыт болады. Дүния жаратылғаннан бері атлары өмір кітабында жазылмаған жер жүзінде жасаушылар жыртқыш хайуанды көргенде хайран қалады. Себебі бұл хайуан бір уақытлары бар еді. Енді жоқ, бірақ және келеді. Бұны түсіну үшін даналық керек. 7 бас хаял үстінде отырған 7 тауды һәм 7 патшаны білдіреді. Бұлардың 5-еуі құлады, 1-еуі бар, басқасы елі келмеді. Ол келеді, бірақ ұзақ уақыт тұрмайды. Бұрын бар болған, бірақ енді жоқ жыртқыш хайуанның өзі 8-ші патша. Алдыңғы 7 патшаның бірі болған ол набыт болады. Сен көрген 10 шақ, елі патшалық етпеген 10 патша. Бірақ бұлар жыртқыш хайуан менен бірлікте аз уақыт патшалық ету үшін билік алады. Бұл патшалар бір ниетке ие болып, күшлерін һәм билігін жыртқыш хайуанға береді. Олар қозыға қарсы ұрысады, бірақ қозы оларды жеңеді. Өйткені қозы хүкімдарлар хүкімдары һәм патшалар патшасы. Оның менен бірге болғанлар, шақырылғанлар, таңланғанлар һәм оған садық қалғанлар. Соңынан періште маған былай деді. Ona sen көрген сулар, яғни үстінде бұзық хаял отырған сулар, халықлар, аламанлар, миллетлер һәм тіллер. Сен көрген 10 шақ һәм жыртқыш хайуан бұзық хаялды жек көріп, оның һәмме нәрсесін талан-тараж етеді, һәм оны тыр жалаңаш қалдырады. Оның етін жеп, өзін отқа жандырады. Себебі
Құдай өзінің еркін орылау үшін олардың кеуілеріне ұсын етті салған еді. Солай етіп, Құдайдың сөзлері орылануға дейін олар өзара келісіп, патшалықларын жыртқыш хайуанға береді. Сен көрген хаял, дүния патшаларының үстінен хакімлік ететұғын ол. Аян, 18 бап. Бұннан соң, мен күшлі билікке ие, басқа бір періштенің аспаннан түскенін көрдім. Оның салтанатынан дүния жүзі жарқырап кетті. Періште қатты дауыслап былай деді: Құлады, ұлы Бабилон құлады. Ол енді жинлердің мәканы, әр түрлі жауыз рухлардың ордасы, әр қилы харам һәм жеркенішлі құслардың ұясы болды. Өйткені барлық миллетлер оның бұзықшылығының күшлі шарабын ішті. Дүнияның патшалары оның менен бірге бұзықшылық істеді. Дүнияның саудагерлері де оның асып тасқан молшылығынан байып кетті. Сонда мен аспаннан басқа бір дауыс естім. Бұл дауыс былай деді: Ей халқым, оның күналарына шерік болып, ол душар болған бәлелерге душар болмауың үшін оннан шығып кет. Себебі оның күналары үсті-үстіне жиналып, аспанға жетті. Құдай оның жаман іслерін ядында сақлады. Бабилон сіздерге не қылған болса, оған соны қайтарыңлар. Іслеген іслерін 2 есе етіп қайтарыңлар. Өзі араластырып таярлаған шараптан 2 есе толтырып, оған беріңлер. Ол қаншама сән салтанатқа һәм молшылыққа бөленген болса, оған соншама қайғы, хәсрет беріңлер. Өйткені ол өз кеулінде. Мен хаял патша болып, тақта отырман. Жесір емеспен. Ешқашан қайғы көрмеймен. Дейді. Сонлықтан ол өлім, қайғы һәм ашлық бәлелеріне бір күннің ішінде душар болады. Ол отта жанып, күл болады. Себебі, оны хүкім қылушы Құдай иеміз құдіретлі. Оның менен бірге бұзықшылық іслеп, оның асып тасқан молшылығын бөліскен дүнияның патшалары, ол жаны батырған оттың түтінін көргенде, оны азалапшылайды. Олар оның шегі батырған азабынан қорқып, ұзақта тұрып: Вай, ұлы қала, күшлі қала Бабилон, аз уақыт ішінде хүкім етілдің ғо, дейді. Дүнияның саудагерлері де ол үшін жылап, аза тұтады. Өйткені олардың бұйымларын сатып алатығын енді ешкім жоқ. Олар алтын, күміс, хасыл таслар, хінжі, бақалы кезлеме, жіпек, қызғылт, көк һәм қырмызы кезлемелерді, әр түрлі хош иіслі ағашларды, піл сүйегінен ісленген затларды, қымбат бақалы ағашлардан ісленген нәрселерді, қола, темір һәм мәрмерден ісленген әр қилы бұйымларды, дәмлі қабық, мазалы дәм беретұғын нәрселерді, хош иіслі түтеткілерді, әтір май, әтір, шарап, зәйтүн майы, сапалы ұн һәм бидай, ірі қарамал һәм қойлар, атлар һәм арбалар, құлларды, және де адам жанын сататығын һәм сатып алатығын еді. Олар және: Жаның сүйген мейуелер қолыңнан кетті. Бүткіл байлығың һәм көзді қамастыратығын затларың жоқ болды. Енді оларды ешқашан таба алмайсың, дейді. Бабилонда ұсын нәрселерді сатып, байып кеткен саудагерлер қаланың шеккен азабынан қорқынышқа түседі. Һәм ұзақта тұрып, жылап аза тұтады. Олар былай дейді: Вай, ұлы қала, бағалы кезлеме, қызғылт көк һәм қырмызы лыпаслар киген, алтын, хасыл таслар һәм хінжілер менен безенген ұлы қала, осындай үлкен байлық аз уақыт ішінде жоқ болды. Барлық кеме басшылары, кеме жолаушылары, кемеде үслейтұғылар һәм теңізден күн көретұғылардың һәммесі ұзақта тұрып,
Ол жанған оттың түтінін көргенде, осы ұлы қалаға тең келетұғын қала бар ма? деп дат салды. Басларына күл шашты. Аза тұтып жылап, бұлай деп бақырысты. Ой, ұлы қала! Теңіз кемелеріне ие болғанлардың әммесі, ол себеплі оның қымбат бақалы бұйымлары себеплі байған еді. Дегенменен қала аз уақыт ішінде вайран болды. Қуаныңлар Бабилонның ахуалына. Ей аспан, мұқаддеслер, елшілер һәм пайғамбарлар, себебі Құдай оны хүкім етіп, сіздер үшін өш алды. Соңынан бір күшлі періште үлкен дігірман тасына ұқсайтығын бір тасты көтеріп, теңізге ылақтырды да, былай деді. Ұлы қала Бабилон, мінекей, ол ұсындай күшпенен ылақтырылып, мәңгіге жоқ болады. Ендігіден былай, сенде тарлы әсбап шертушілердің, қосықшылардың, сырнай һәм кәрнай шертушілердің дауыслары еш қашан естілмейді. Сенде қайтып, ешбір өнердің ұстасы табылмайды. Дігірманның дауысы еш қашан естілмейді. Сенде бұннан былай шыра жақтысы болмайды. Келін күйеу сеслері еш қашан естілмейді. Өйткені саудагерлерің дүнияда атақлы адамлар болып, бүткіл миллетлер сенің сиқыршылығың менен азғырылған еді. Және де пайғамбарлардың, мұхаддеслердің һәм жер жүзінде өлтірілгенлердің әммесінің қаны сеннен табылған еді. Аян 19 бап. Бұннан соң, мен аспанда көп саллы аламанның даусына ұқсаған бәлен дауысларды естім. Олар былай деді. Халилуя! Құттару, ұлылық һәм құдірет Құдайымызға тиесілі. Себебі оның хүкімлері туыры һәм әділ. Ол жер жүзін бұзықшылығы менен харамлаған ұлы бұзық хаялды хүкім етіп, өз қызметшілерінің қаны үшін оннан өш алды. Олар және дауыслап былай деді. Халилуя! Бұзық хаялдың жанған отының түтіні мәңгіге бұрқырап тұрады. Сонда 24 ақсақал һәм 4 мақлұқ жерге жығылып, Аумин! Аллилуйя! деді де тақ үстінде отырған Құдайға табынды. Соңынан тақтан шыққан бір дауыс былай деді. Ей Құдайымыздың барлық қызметшілері, оннан қорқушы үлкен кіші әммеңіз, оны алғыслаңлар. Соң мен үлкен аламанның даусына, сарқырап аққан сулардың шуылдысына һәм күшлі гүлдірмаманың күркірегеніне ұқсаған дауысты естідім. Сол дауыс былай деді. Халилуя! Өйткені әмме нәрсеге құдіретлі Құдай иеміз патшалық етеді. Шадланып кеуіл көтерейік, оны даңққа бөлейік, себебі қозының неке тойы бастанacak. Оның қалыңлығы өзін таярлады. Оған кию үшін таза, жарқыраған аппақ көйлек берілді. Таза, аппақ көйлек мұқаддеслердің хақ іслерін білдіреді. Сонда періште маған, Былай деп жаз. Қозының неке тойына шақырылғанлар қандай бақытлы, деді. Ол және бұл сөзлер Құдайдың хақиқат сөзлері, деді. Мен оған табыну үшін аяқларына жығылдым. Бірақ ол маған былай деді. Бұндай қыла көрме, мен де сен һәм Исаның гуалығына ие туысқанларың сияқлы Құдайдың қызметшісі мен. Құдайға табын, өйткені Исаның гуалығы мұқаддес рух тарапынан ilhamlandырылған пайғамбаршылық сөзлерінің текары, деді. Бұннан соң мен аспанның ашылғанын көрдім. Ол жерде бір ағат тұрған болып, атқа мінгеннің аты садық һәм хақиқат еді. Ол әділдікпенен хүкім шығарып, сауаш жүргізеді. Оның көзлері лаулап жанған отқа ұқсаған болып, ал басында болса көп салы таж бар еді. Онда өзінен басқа ешкім білмейтұғын бір ат жазылған еді. Ол қанға бойылған киім киген болып, оның аты Құдайдың сөзі еді.
таза һәм аппақ киім киген аспан ләшкерлері ақ атларға мініп, оның ізінен келатыр еді. Оның аузынан өткір қылыш шығып тұрған болып, ол сол қылышпенен миллетлерді өлтіреді. Оларды темір таяқпенен басқарады. Һәм нәрсеге құдіретлі Құдайдың қаһарлы ғазабының шарабын сығып шығаратығын іскенжені өзі басады. Оның киімінде һәм санында патшалар патшасы һәм хүкімдарлар хүкімдары деген ат жазылған еді. Соңынан мен құяшта тұрған бір періштені көрдім. Ол бәлен дауыспенен бақырып, аспанда ұшып жүрген барлық құсларға былай деді: Патшалардың, әскербасылардың һәм көшлі адамлардың, атлардың һәм атқа мінгендердің, азат құллардың, үлкен кіші һәмменің өлігінің етін жеу үшін бір жерге жиналып, Құдайдың оллы зияпатына келіңлер. Сонда мен жыртқыш хайуанды, дүния патшаларын һәм олардың ләшкерлерін көрдім. Олар атта отырған менен һәм оның ләшкерлеріменен ұрсу үшін бір жерге жиналған еді. Жыртқыш хайуан һәм оның алдында караматлар істеген жалған пайғамбар қолға алынды. Жыртқыш хайуанның тамғасын қабыл етіп, оның мүсініне табынғанларды өз караматлары менен азғырған осы жалған пайғамбар еді. Олардың екеуі де күкірт жанған от көліне тірілей лақтырылды. Ал қалғанлар атта отырғанның аузынан шыққан қылышпенен өлтірілді. Барлық құслар олардың өлігінің етін жеп тойды. Аян 20 бап. Соңмен қолында терең тұңғиықтың кілті һәм үлкен шынжыры бар бір періштенің аспаннан түскенін көрдім. Періште Айдарханы, яғни Азазүл һәм шайтан деп аталған сол екі жыланды тұтып, 1000 жылға байлап таслады. 1000 жыл тамам болмағанша, миллетлерді енді азғырмасын деп, оны терең тұңғиыққа лақтырып жіберді. Ол жерді жауып, аузын мөрлеп таслады. 1000 жыл өткеннен соң, ол қысқа мүддетке босатылуы тиіс. Соңынан мен тақтыларды һәм оларда отырғанларды көрдім. Оларға хүкім ету билігі берілген еді. Исаның гуалығы һәм Құдайдың сөзі үшін басы кесілгендердің жалларын да көрдім. Бұлар жыртқыш хайуанға һәм оның мүсініне табынбаған, маңлайларына һәм қолларына жыртқыш хайуанның тамғасын бастырмаған еді. Олар тіріліп, Масихпенен бірге 1000 жыл патшалық етті. Бұл бірінші қайта тірілу. Қалған өлілер 1000 жыл тамам болмағанша тірілмеді. Бірінші қайта тірілуде қатынасқанлар бақытлы һәм мұқаддес. Екінші өлімнің бұлар үстінен еш қандай билігі жоқ. Олар Құдайдың һәм Масихтың руханилері болып, оның менен бірлікте 1000 жыл патшалық етеді. 1000 жыл өткеннен соң, шайтан қамалған жерінен азат етіледі. Жер жүзінің 4 мүйішіндегі миллетлерді, Гог һәм Магогты азғырып, оларды сауашқа жинау үшін ол қамақтан шығады. Олардың саны теңіздің құмы сияқлы сан-санақсыз болады. Олар жер жүзін басып өтіп, мұқаддеслердің мәкәні болған Құдайдың сүйіклі қаласын қоршап алды. Бірақ аспаннан от жауып, оларды күйдіріп, жоқ қылып жіберді. Ал оларды азғырған шайтан от һәм күкірт көліне лақтырылды. Бұрын сол жерге жыртқыш хайуан һәм жалған пайғамбар да лақтырылған еді. Олар күні түні мәңгіге азап шегеді. Сонда мен бір ұлы ақ тақты һәм тақта отырғанды көрдім. Жер һәм аспан оның жүзінен қашып, жоқ болып кетті. Тақтың алдында тұрған үлкен кіші өлілерді де көрдім. Соңынан бір кітаплар ашылды. Басқа бір кітап та ашылды. Бұл өмір кітабы еді. Өлілер кітапларда жазылғанлар бойынша өз істеріне қарай хүкім етілді. Теңіз өзінде болған өлілерді, өлім һәм өлілер мәканы да өзлерінде болған өлілерді шығарып берді. Әр бірі өз істеріне қарай хүкім етілді. Өлім һәм өлілер мәканы от көліне лақтырылды. Бұл от көлі екінші өлім. Атлары өмір кітабында жазылмағанлардың һәммесі от көліне лақтырылды. Аян
21 бап. Бұндан соң мен жаңа аспан менен жаңа жерді көрдім. Себебі бұрынғы аспан һәм бұрынғы жер жоқ болып кеткен еді. Енді теңіз де жоқ еді. Және мен аспаннан Құдайдың жанынан түсіп кетірген мұқаддес қала, жаңа Иерусалимді көрдім. Ол өз күйеуі үшін таярланып безенген келін сияқлы еді. Сонда тақтан шыққан бір бәлент дауыстың былай дегенін естім. Міне, Құдайдың мәканы адамлар арасында, Құдай да олардың арасында жасайды. Олар Құдайдың халқы болады. Құдайдың өзі де олардың Құдайы болып, олар менен бірге жасайды. Құдай олардың барлық көз жастарын сүртіп таслайды. Енді өлім де, қайғы да, жылау да, азап та болмайды. Өйткені бұрынғылар өтіп кетті. Тақта отырған: Енді әммесін жаңалайман, деді. Ол және маған: Мұнаны жаз. Себебі бұл сөзлер сенімлі һәм хақиқат, деді. Соңынан ол маған былай деді: Орынланды. Мен Альфа һәм Омегаман, бірінші һәм соңғыман. Шөллеген адамға өмір суының бұлақларынан ешейін су беремен. Жеңіп шыққан ұсыларды мирас етіп алады. Мен оның Құдайы боламан. Ол маған перзент болады. Бірақ қорқақлар, сенбейтұғынлар, харамлар, адам өлтірушілер, бұзықлар, сыйқыршылар, бұтпаразлар һәм барлық өтірікшілердің орны көкірт жанған от көлі болады. Бұл екінші өлім. Соңынан ақырғы 7 бәлеге толы 7 кесесі бар 7 періштенің бірі жаныма келіп: Берман кел, мен саған қозының қалыңлығын көрсетемен. Ол қозының болашақ келіншегі, деді. Періште мені мұқаддес рухтың басқаруында үлкен һәм биік бір тауға көтерді. Ол жерден маған аспаннан Құдайдың жанынан түсіп жатырған мұқаддес қала Иерусалимді көрсетті. Қала Құдайдың салтанатына ие еді. Ол хасыл тас сияқлы, кристалдай мөлдірі яспис тас сияқлы жарқырап тұр еді. Қаланың үлкен һәм биік диуаллары болып, 12 дәрвазасы бар еді. Дәрвазаларды 12 періште қарауылайтұғын еді. Дәрвазаларға Израилдің 12 ұруының атлары жазылған еді. Шығыста 3 дәрваза, арқада 3 дәрваза, құблада 3 дәрваза, батыста 3 дәрваза бар еді. Қаланың диуаллары 12 тикар тасқа ие болып, оларда қозының 12 елшісінің атлары жазылған еді. Менің сөйлескен періштенің қолында қаланы һәм қаланың дәрвазалары менен диуалларын өлшеу үшін өлшейтұғын алтын таяқ бар еді. Қала 4 мүйіш тәрізінде болып, ұзынлығы менен ені бірдей еді. Періште қаланы өлшейтұғын таяқпенен өлшегенде, ұзынлығы, ені һәм биіктігі бірдей болып, әрбір тарепі 2200 шақырым болып шықты. Періште диуалларды да өлшеп шықты. Адамның өлшемі бойынша диуаллардың биіктігі 65 метр болып шықты. Диуаллар яспис тасынан, ал қала мөлдір шеше сияқлы сап алтыннан салынған еді. Қала диуалларының тикар таслары әр түрлі хасыл таслар менен безелген еді. Бірінші тикар тасы яспис, екіншісі көк сапфир, үшіншісі халкидон, төртіншісі жасыл зумрат, бесіншісі ала сардоникс, алтыншысы сардолик, жетіншісі сары яқыт, сегізіншісі көк зумрат, тоғызыншысы сары топаз, 10-шісі сары зумрат, 11-шісі көк яқыт, 12-шісі қызғылт көк аметист. 12 дәрваза 12 хінжі,
яғни әр бір даруаза бір хінжіден соғылған. Қаланың көшесі мөлдір шише сияқлы сап алтыннан еді. Мен қалада әбедатхана көрмедім. Өйткені әмме нәрсеге құдіретлі Құдай иеміз һәм қозы қаланың әбедатханасы еді. Қаланы жақтыландыру үшін құяштың ямаса айдың керегі жоқ еді. Себебі Құдайдың салтанаты оны жақтыландырып тұратығын еді. Ал қозы оның шырасы еді. Миллетлер қаланың жақтысында жүреді. Дүния патшалары өз даңқ салтанатын ол жерге алып келеді. Қаланың даруазалары әр қашан ашық тұрады. Өйткені ол жерде еш қашан түн болмайды. Адамлар өз миллетінің даңқ салтанатын һәм абырайын ол жерге алып келеді. Оған еш қандай харам нәрсе, жеркенішлі һәм жалған іслер істеген ешкім еш қашан кірмейді. Тек атлары қозының өмір кітабында жазылғанлар ғана кіреді. Аян 22 бап. Сонда періште маған кристалл сияқлы жылтыраған өмір суының дариясын көрсетті. Бұл дария Құдайдың һәм қозының тақтынан шығып, қаланың кең көшесінің ортасы бойлап ағып тұр еді. Дарияның екі тарапында әр айда 12 түрлі мейве беріп тұратұғын өмір терегі бар еді. Теректің жапырақлары болса, миллетлердің шипа алу үшін арналған еді. Енді еш қандай қарғыс болмайды. Құдайдың һәм қозының тақты қаланың ішінде болады. Ал қызметшілері оған қызмет етеді. Олар Құдайдың жүзін көреді. Маңлайларына оның аты жазылады. Енді түн болмайды. Я шыра жақтысының, я құяш жақтысының керегі болмайды. Себебі Құдай иеміздің өзі оларға жақты болады. Һәм олар мәңгіге патшалық етеді. Соңынан періште маған былай деді. Бұл сөзлер сенімлі һәм хақиқат. Өз пайғамбарларына рухын берген Құдай иеміз жақын арада болу тиіс уақияларды қызметшілеріне білдіру үшін өз періштесін жіберді. Міне, мен жылдам келемін. Бұл кітаптың пайғамбаршылық сөздерін орындайтын адам қандай бақытлы? Дейді иеміз Иса. Мен осыларды есткен һәм көрген Юханман. Бұларды естіп һәм көргенімде, осыларды маған көрсеткен періштеге табыну үшін оның аяқларына жығылдым. Бірақ ол маған: «Бұндай қыла көрме. Мен де сен пайғамбар болған туысқанларың һәм бұл кітаптың сөздерін орындайтығылар сияқлы Құдайдың қызметшісімен Құдайға табын» деді. Соңынан ол маған былай деді. «Бұл кітаптың пайғамбаршылық сөздерін мөрлеп таслама, өйткені уақыт жақын қалды. Жаманлық қылатығын адам және де жаманлық қылуды давам етсін. Харам болған адам харам ісін давам етсін. Хақ болған адам және де хақ іслер іслей берсін. Мұқаддес болған адам мұқаддес болып қалсын». Иеміз Иса былай дейді. Міне, мен жылдам келемін. Беретін сыйым өзіменен бірге әр бір адамға іслеріне қарай қайтарамын. Мен альфа һәм омегамын, бірінші һәм соңғымын, басы һәм ақырымын. Өмір терегінен жеуге құқ алу үшін һәм қалаға даруаза арқылы кіру үшін киімлері жуғанлар қандай бақытлы. Итлер, сиқыршылар, неке хаталығын бұзушылар, адам өлтірушілер, бұтқа табынушылар, өтірікті жақсы көріп, жалған іслерді іслеушілердің әммесі сыртта қалады. Мен Иса, сенуші жамаатлердегі сілерге бұл қуалықты жеткізсін деп өз періштемді жібердім. Мен Дауыттың тикары һәм ұрпағы, жақты таң жұлдызыман. Мұқаддес рух һәм келін Кел! дейді. Есткен әр бір адам Кел! десін. Шөллеген адам келсін. Қалеген адам өмір суынан ешейін алсын. Бұл кітаптағы пайғамбаршылық сөздерін ескен әр бір адамды ескертіп атырман. Егер кімде-кім бұл сөздерге бір нәрсе қосса, Құдай да оны бұл кітапларда жазылған бәлелерге душар етеді. Егер кімде-кім бұл пайғамбаршылық кітабының сөздерінен бір нәрсе алып тасласа, Құдай да оны бұл кітапта жазылған өмір терегінен
һәм мұқаддес қаладан үлессіз қалдырады. Бұларды гуалық етіп айтқан иеміз Ава, мен жылдам келемін дейді. Аумин. Келе көр, ием Иса. Иеміз Исаның мейірімі һәммеңізге яр болсын. Аумин.